жалғап тұраны, арымның темір қазығы, алаштың ардақтылары. Келтелеу тыңдатып әнін, о менің жақыптарым, Ахмет Мұстафаларым, Әлихан Міржақыптарым. Ұлтымның шарлап шырағы, рухымды жалғап тұраны, көшімнің басында мәңгі алаштың ардақтылары тұрады. Армысыздар құрметті оқырмандарымыз. Бүгін біз алаштың ардақтыларының бірі ақын педагог, аудармашы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жылдық мерейтойына арналған ақынның қанатты сөздерінен ұлт ұстазымен үндесу атты челленджімізді бастаймыз. Және бұл челленджді Жезқазған қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне қарасты Сәкен Сейфуллин кітапханасынан қабыл алып, Жезқазған қаласы номер 2 үлгілі кітапханаға жолдаймыз. Білімнің бас құралы кітап. Оқу құралының басты құндылығы бала оқытатын кітап. Біз мәдениетті өнерлі болуға талпынсақ, сонда мақсатқа жетеміз. Дайын нәрсеге ие болмай, барды ұқсатып, жоқты табатын боламыз. Біздің заманымыз өткен заманның баласы, келер заманның атасы. Тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттылығы еш уақытта адамы құрымай, жоғалмайды. Ұлттың сақталуы да, жоғалуы да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Тіл тазалығы дейтініміз ана тілдің сөзін басқа тілмен шұбарламау. Көркем сөз көңіл тілі, жалан сөз зейін тілі. Сөздің ең ұлысы, ең сипаттысы тарих. Тіл тіршілік құралы. Тіл үйрету, сөздер сол тіршілік құралын жұмсауды үйрету. Олай болса, тіл үйрету өнері тұрмыс өнері болмақ.